Облыстық мәслихат депутаттарының назарына 5-ші шақырылған Жамбыл облыстық мәслихатының кезектен тыс 39-шы сессиясы 2005 жылдың 21 тамызында облыс әкімдігінің мәжіліс залында сағат 11:00-де өтеді. Облыстық мәслихат тұрақты комиссияларының бірлескен отырысы облыс әкімдігінің мәжіліс залында 2005 жылдың 21 тамызында сағат 10:00-де өтеді. Депутаттарды тіркеу 2015 жылдың 21 тамыз күні сағат 9:30-да басталады. Жамбыл облыстық ішкі саясат басқармасының тапсырысы бойынша қоғамда жемқорлыққа қарсы иммунитетті қалыптастыру шеңберінде кешенді іс-шаралар ұйымдастырылуда. Осы жоба аясында жаңару сыбайлас жемқорлыққа қарсы жалпыұлттық қозғалысы облыстық филиалы Сарысу ауданында қоғамдық жиын өткізді. Сыбайлас жемқорлық қоғам дерті. Осындай тақырыпта өткен жиында қатысушылар дерттің салдарымен емес, себептерімен күресу керектігін айтты. Сондай-ақ бұл індетті бұғаулаудың жалғыз жолы бүкіл ел болып, билік басынан қарапайым халыққа дейін бірлесе күресу керек деген тұжырымға келді. Бәрі облыс әкімдері жаңарудың басшылығымен келісімге тұрды. Өзара ықпалдастық ету, өзара осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет атқарамыз бірге де. Оның ішінде біздің облыс әкімі Кәрім Көкірекбаев 17-ші наурызда Оралбай Абдыкарим екеуі келісімге қол қойып, өзара іс-қимыл жасауға. Кәсіпкерлер палатасымен де меморандум қол қойылды. Құқық қорғау органдарымен, агенттікпен. Жиын барысында орын алған заң бұзушылық әрекеттер талқыланып, ауданның сыбайлас жемқорлыққа қарсы жүргізіп жатқан күресі баяндалды. Аудан жастары болса, сыбайлас жемқорлық туралы өз түсініктерін жеткізді. Сыбайлас жемқорлық Қазақстанның барлық табыстарына қол жеткізуге мүмкіндік туғызған мемлекетіміздің негізгі құндылығы тәуелсіздікке қауіп төндіреді. Сыбайлас жемқорлық қоғамның мемлекетке деген сеніміне селкеу түсіреді. Елдің әлеуметтік, экономикалық және рухани өрлеуіне айтарлықтай кедергі келтіре отырып, мемлекеттік биліктің тиімділігін төмендетеді. Іс-шара соңы мамандар қоғамдық қабылдау өткізіп, тұрғындарға түрлі салада кеңес берді. Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменті қызметкерлері аудан халқымен кездесіп, түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Әйгерім Жасұзақ, жаңалықтар қызметі.